Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен, Мадина. Әдетте адам күніне 2,5 литрдей су ішетіні белгілі. Бірақ ыстық кезде 4 литрға дейін су ішіп қоятын кездеріміз болады. Мамандардың айтуынша, адам нормадан артық су ішсе, ағзадағы минералды заттар шайылып кетуі мүмкін. Міне осындай уақытта тұз қосылған суды ішуге тура келеді. Тұз қосылған суды ішсеңіз, ауыз су шайып кеткен минералды заттарды қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Бірақ тұзды суды артық ішуге болмайды. Әсіресе жүрегі ауыратын жандарға тұзды суды шектеп ішу қажет екен. Сіздермен бірге болған мен, Мадина. Каналыма жазылып, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Алла разы болсын.